Наурыз айының 20 мен 25 күндері аралығында полицияның 102 арнасына 1078 хабарлама тіркелді. Сондай-ақ жедел басқару орталығының бейнебақылау камералары арқылы 1050 әкімшілік құқық бұзушылық анықталып, 102 автокөлік айыптұраққа қойылды. Полиция екі қылмыстың ізін суытпай ашты. Құқық бұзушылықтардың 80% жол ережелерін бұзу жайты болса, 20% қоғамдық орындарда жасалған заң бұзушылықтар. Мәселен, 23 наурыз сағат 16:00 шамасында Шымкент қаласының тұрғыны жас жігіт Chevrolet Lacetti көлігіне тиесілі мемлекеттік белгісін өзінің басқаруындағы Hyundai Tucson маркалы автокөлігіне заңсыз тағып, Түркістан Кентау бағытында кетіп бара жатқан жерінен ұсталды. Көлік айыптұраққа қойылып, құқық бұзушыға әкімшілік айыппұл салынды. Сонымен қатар, облыс орталығындағы Тәуке хан, Төреқұлов көшелерінің қиылысында темекі қалдықтарын тастаған 3 жас жігіт анықталып жауапқа тартылды. Құрметті облыс тұрғындары мен қонақтары, көліктеріңізбен жүргенде жол ережелерін қатаң сақтауды, қоғамдық орындарды ластамауды және заңға қайшы әрекеттерді жасамауға шақырамыз.